демократиялық саясаттың өзіндік моделін ұсынады сабақтың. Осы жоспар бойынша біз қазір жұмыс жасаймыз. Механикалық өсім репатты осы сөздерді қолдана отырып қазір біз сабақ түсіндіреміз. Көрші қоның оның ішіндегі экономикасын зерттейтін ғалымдардың бір саласы. Туу, өлім, табиғи өсім дұрыс. Көші-қон деген. Көші-қон осының бәрін реттеп отырған демократия ғылымы болып табылады. Халық саны дегеніміз не? Халық саны ол елдегі 10 жылда бір рет өткізетін. Отбасындағы жағдайы, халықтың саны, олардың қаншаға өсуі немесе төмендетуі осыны білу үшін. Дұрыс, мәліметтер беріп отырады. Шықпай қандай елдер жатыр? Африка елдері мен Азия елдері жатыр. Жақта халық саны өте көп болды. Не дұрыс. Енді біз дегеніміз туу мен өлімнің арасындағы айырмашылықта бізде неме пайда болды дедік? Табиғи өсім пайда болды дедік. Халық саны туралы мәлімет береді дедік. Оның сириясының кезінде 1997 жылы болды. Репатриация дегеніміз не ол? Өз атамын орау. Қайтадан Күшмен бір елге қоныс аударуы. күштеп қоныс аудару. Ең ірі мемлекеттер болды. Соның ішінде 9-шы орын аламыз біз. Ал енді кейбір мемлекеттерді алатын болсақ, тууды шектеуге бағытталған үгіт насихат шаралар деп атайды. Түркістан облысы. Иә. Ал екінші Атырау облысы және де мына жерде Жетісу мен Алматы облысы. Қай жерде өте аз болып келеді? Жақсы. Солтүстік Қазақстан. Жақсы, жарайды. Астана облысында. Батыс Қазақстан. Иә, оларда қанша болып келеді екен бізде? Орда Оңтүстік Қазақстанда. Оңтүстік Қазақстанда 15. Иә. Ал Батыс Қазақстанда бізде 19 болып келеді. Сендердің тест алған, осы тесттің бағасын, қорытындысын шығару арқылы қандай болып келеді екен, баға қоямыз одан кейін.